Арыстан жұлдыз белгісінде туған жандар үшін сәуір айына болжам. Сәуір айы қандай болады екен? Арыстандар, өз-өздеріне сенімді жандар. Самооценка топ арыстандарда. Кеттік. Жалпы энергия қандай болады екен? Білім алу. Бірдемені үйренесіз. Үйренгіңіз келеді. Не болмаса жаңа бастама. Жаңа бастамаға әрекеттер, құштарлық деген сияқты. Ұмтылу, жаңаны білу. Керемет энергия. Ары қарай кеттік. Жұмыс және қаржы мәселесі қалай болады екен? Жұмыс және де қаржы мәселесі. Жұмыс жағынан жақсы, алдыға жүру. Егер сіз, мысал үшін, жұмыс атқарып отырсаңыз, алдыға өсу, продвижение дейді ғой, нәтижесі жақсы болады, положительный результат. Қасыңызда сізді қолдайтын адамдар болады. Күш қуатыңыз бар, барлық дағдылар бар, способностьтарыңыз бар, барлығы жақсы, алдыға ұмтылу. Тағы да қаржы жағынан қарастыратын болсақ, мысалға, бір жаңа дүниені бастағай жатырсыздар. Қабілеттеріңіз бәрі бар, алдыға ұмтыласыз. Нақты бір жұмыс жасайтын болсаңыз, ол жерде де алдыға ұмтылу бар. Бұрыннан бері жоспарлап бірдемеге мүмкін то ақша жетпей тұрады, то күш қуат жетпей тұрады, то мүмкіндік болмай тұратын сондай мәселелер болады ғой. Жоқ, осы жол бәрі болып тұр. Сәуір айында бастаңыз осы бастайтын дүниеңізді дейді сізге карта. Бұрыннан бері шешілмей келе жатқан финансылық қаржы мәселе болса, шешіледі дейді. Күтіп отқан ақшаңыз болса, келеді дейді. Көрдіңіз бе? Ары қарай кеттік. Қарым-қатынас. Қарым-қатынас мәселесі қалай болады екен? Қарым-қатынас. Қарым-қатынаста бәрі жақсы, достар. Арыстандар. Отбасы болсаңыздар, отбасыңызда жайлық болады. Бала шағыңызбен уақыт өткізу. Қарым-қатынастың, отбасылықтың ең керемет картасы. Көңіліңізді осында. Көңіліңіз тоқ, бала шағаңыз аман есен, отбасымен уақыт өткізу. Егер сіз жалпы қарым-қатынаста болсаңыз, онда отбасыға ұмтылу. Мысал үшін, үйленейікші деген сондай ойлар пайда болады. Егер де, мысал үшін, керісінше сіз бойдақ болсаңыз, онда мен серьезный отношение қалаймын, серьезный отношение болғанын қалаймын деген сондай бір таныстықтар. Демек, бұл қарым-қатынас үшін ең керемет кезең, ең керемет карта түсіп тұр. Энергия положительный, күшті, көрдіңдер ме? Күн сәулелері қандай, міне. Жақсы дүние, жақсы ойлар, жақсы әрекеттер. Ең жайлы кезең десе болады. Ең жайлы сондай. Кеттік ары қарай. Қандай кедергілер болуы мүмкін? Қандай ситуацияларға бәлкім көңіл бөлу керек? Мүмкін бір ситуациялардың алдын алу керек деген сияқты. Ұзақ ойланудан сақ болыңыз. Мысал үшін, сізде бір проект бар, ойлап жүргеніңіз, бір ойыңыз бар. Соны ұзақ ойланып жүрсіз, ұзақ ойланба дейді. Не болмаса бір әрекетіңіз бар, бір мәселеңіз бар, сол мәселе өкінішке орай күту керек болады, тосу керек болады. Сізден зависеть етіп тұрған жоқ, бұл тосу керек. Подвешенный состояние, ойлану. Көрдіңіз бе? Осындай кедергі болуы мүмкін. Сіз бұл жерде ешқандай әрекет жасай алмайсыз, тек қана тосу, күту болып тұр. Ары қарай, қандай даму бағытын таңдау керек? Даму үшін қандай
әрекеттер жасау керек, қандай ойда болу керек, иә, санамен, түп санамен қалай жұмыс жасау керек деген сияқты. Даму бағыты. Арыстандар, қараңдар. Сіздерге даму үшін, өсу үшін біріншіден қасыңызда жақсы серіктестер болу керек. Бір мақсатта жұмыс жасайтын, бірге сізге көмек көрсететін, бірге келе бір мақсатқа жету үшін мақсаттарыңыз ортақ бір қастарыңызға адам, партнерлар керек. Біріншіден. Екіншіден, егер сіз енді ғана бір істі бастап жатсаңыз, сізге білікті мамандардың консультациясы, кеңесі керек деген сияқты. То есть, сіз мысалы үшін саудамен айналыспай жатырсыз, бірдеме міне ақша салайын деп отырмын, бірақ қалай жасайтынымды білмей отырмын деген сияқты, иә. Сол көп қателіктерді жасамау үшін, уақытты үнемдеу үшін, нәтижеге тезірек жету үшін сізге бәлкім білім керек. Бір сауданы білетін адамдардан білім керек. Кез келген бір кәсіппен мысалы үшін айналысқыңыз келсе, онда сізге бірінші білім жинап алу керек. Білімді біз қайдан аламыз? Ол іспен айналысқан, ол істі жақсы білетін адамнан ғана ала аламыз, иә? Сондай адамдардан сізге консультация керек. Курс па, жоқ әлде былай, офлайн біреумен сөйлесу, кездесу, танысу ма, сондай дүние ғой. Сізге өсу үшін, даму үшін, в общем, қасыңызға мықты серіктестер керек. Ол бір команда болу керек, иә. Содан кейін, егер сіз мысалы үшін керісінше бастамай жатсаңыз, онда сізге міне осындай білім керек, көмекшілер керек, наставник, ұстаз деген сияқты. Ары қарай, кеңес картасы. Қандай кеңес береді сізге карта сәуір айына? Ақша болу үшін. Ақшаға мұңайма дейді. Ақша болған кезде, табыс түскен кезде қанағат бол. Түскен ақшаны дұрыс қадірлей біл. Дұрыс бағыттай біл. Шүкіршілік ет дейді. Көрдіңіз бе? Ақшаға мұңайып қарап отыр, сен өйтіп мұңайып қарама дейді. Осыны шүкіршілік ет, осыны жеткіз, осыны қанағат ет дейді. Сонда көбейеді ақша. Сонда сен бір инсайттар аласың дейді. Ақшаны бағаламай, қадірлемей, жоқ бұл ақша аз, маған одан да көп табу керек десең, онда бұл дұрыс емес көзқарас дейді. Міне. Сонымен сәуір айына болжам. Лайк басып отырыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар. Жеке расклад керек болса, телефон нөмірімді жазып қоям, жеке раскладқа өтіңіздер. Сау болыңыздар, сәттілік.